Армысыздар, ұлттық арнада Казньюз, студияда Гүлзия Сейтова, сурда аудармада Самал Нұрым. Бүгін абайтанушы ақын, драматург, аудармашы Қайым Мұхамедханұлының туғанына 100 жыл. Осыған орай Семейдегі ғалымның жарты ғасырға жуық еңбек еткен оқу орны Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінде көрме ұйымдастырылып, оның өмірі мен шығармашылығына қатысты мол дерек таныстырылды. Қайым Мұхамедханұлы абайтану ғылыми бағытының негізін салушы, текстолог, СССР мемлекеттік әнұранының авторы, Семейдегі Абай музейінің негізін қалаушы. Алаштың ардақтысы жазған еңбектері үшін 25 жыл бойы жазықсыз қудаланған. Соған қарамастан Абай және оның ізбасарлары туралы материалдарды тірнектеп жинады. Қайымның туғанына 100 жыл толып отыр. Ұстазымыз ардақты, адал жан, алаштың ардақтысы, ұлтжанды азаматтың. Біздің бірақ білетініміз бұл 100 жылға толған мерекелі күн. Ал Қайымның еңбегі, оның идеялары ғасырларға кете беретіні сөзсіз. Әзірге осы жаңалықтардың келесі саны 19:30-да, арнамыздан ауыспаңыздар.